من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Мен Романкулов Асет Исламбекұлы, Батыс Қазақстан облысы Орал қаласындағы Тәжден Батыр ұлы мешітінің наиб имамы және Батыс Қазақстан облысы бойынша теолог, ислам танушы, дін танушы маманмын. Жемқорлық деген, ол шариғи тілмен айтатын болсақ, жемқорлық ол үзілді кесілді харам болған заттар. Оны біз әрине дін мамандары ойдан ештеңе айтпайды, тек қана сүйенетініміз ол Алла Тағаланың кәламы болған Құран кәрімге сүйеніп, және пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның хадис сүннеттеріне сүйеніп арқылы шығарамыз. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: «Ла таъкулу амвалакум байнакум бил батил». Бірін-бірің араларыңдағы малды, яғни батылдықпен, дұрыс емес жолмен жемеңдер деді. Осы аяттың жалғасында айтады: және бір басшыларыңа ол жағымпаздық қылуменен, басшыларыңа бір мансаптарын өсіру үшін біреудің малын алып беріп жегізуге болмайды деп Алла Тағала Құранда үзілді кесілді харам қылып байлап қойған. Енді бұл жемқорлық деген ол тек қана біреудің дүниесін жеумен ғана бұлай шектеліп қалатын дүние емес. Жемқорлықтың түбінде ол түрлі мағынаны білдіреді. Ол елдің, жердің дамуына кері әсер ететін амалдар болып табылады. Және де еліңнің, жеріңнің дамуына бөлінген дүниелерді өзінің пайдасына, өзінің қара басына жұмсау болып табылады. Бұл әрине шариғатта қатаң тыйым салынған амалдардан болады. Ендігіде Алла Тағала Құран кәрімде тағы да бір аятта баяндайды: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ахаллаллахул байъ ва харрамар-риба деді. Алла Тағала сауда саттықты халал қылды, және де өсімқорлықты үстіндегіні харам етті деді. Міне бұл жерде Алла Тағала өсімқорлықты харам етті деп бір заттың үстіне қойылып отқан өсімді харам етіп тұрған болса, енді біреудің үстінен жемқорлық қылып, сыбайлас жемқорлықпенен, дұрыс емес жолменен, ел жұрттың білмеуіменен, халықтың білімсіздігіменен жеу ол мүлдем дұрыс емес және қатаң тыйым салынған харам амалдардан болып табылады. Сондықтан да біз шариғи үкімге сүйене отыра, біз мұсылман бола тұра, біз бұндай амалдардан сақ болуымыз керек.